Армысыздар ағайын. Бұл баяғы мен, өздеріңіз бұрыннан білетін, көрген кезде күлетін Асқар Наймантаев деген әзілкеш мен болдым. Ал бүгінгі біздің жаңа хабарымыз, жастар арнасындағы жаңа хабар масқара шоу деп аталады. Енді бұл масқара дегенде ешкімнің масқарасын шығарайық деп отырғаным жоқ. Тек менің Асқар деген атымның бас жағына М әрпін, ең соңына А әрпін қоя салса, масқара деген сөз шығады екен. Соны бір құрдасым сол атты маған қойып бергесін, осы хабардың атын сол масқара шоу деп атадық. Масқара шоу қонақсыз, әзілсіз, әнсіз болмайды. Олай болса бүгінгі масқара шоудың жақсы келіп отырған қонақтармен таныс болыңыздар. Белгілі актер, әнші Мұрат Тоқашбаев. Кеш жарық. Және жас пародист Асқар Көмекбаев. Ассалаумағалейкум, кеш жарық баршаңызға. Мінекей уақыттарыңызды бөліп, бүгін біздің масқара шоуға келгендеріңізге көп рахмет. Ал енді шоу деген енді көңіл көтеріп, көңіл сергітіп отыратын хабар болғандықтан, ол жерде әзіл де, ән де болу керек. Ал әнсіз көңілдің сәлі де болмайды. Олай болса Мұрат, бірінші өтініш өзіңнен біздің хабарымызға әдемі әніңмен бастап берсең. Бәрекелді, рахмет. Ал енді бүгінгі мына хабарымыздың тұсаукесерін қазақтың маңдайына біткен вальстың королі Шәмші ағамыздың бір әнінен бастайық. Бәрекелді. Өйткені біздің қазақ халқы Шәмшінің әнсіз қуанышын өткізбеген. Басы қосыла қалса, екі адам, үш адам басы қосыла қалса ән айтып Шәмші ағамыздан бастайды ғой. Сүймегендер сағынбайды дейтін ән. Қабыл алыңыздар. Аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қызба сезімге. Аңсасам жалын шашқан жанарыңды, ылғида мұң жабады қабағымды қалқатай. Аққулар қайтты күзде Қаратаудан, олар да айта алмады хабарыңды қалқатай. Аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қызба сезімге. Сән беріп, сәулет беріп, қойлауылға жүрмісің ақтастының жайлауында қалқатай. Қырқадан көлбеңдеген көк аттыны кейде сен мен екен деп ойладың ба қалқатай. Аққайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қызба сезімге. Келемін бір сенімге тұрақталмай, боламын кейде өзімді жұбатқандай қалқатай. Бөлініп кеттім әлде жолдарымыз, тағдыры тоғыспайтын бұлақтардай қалқатай.
елестегі сенің бейнең елестеді шуақ шашып төзімге сүймегендер сағынбайды шын сүйген жан бағынбайды асау қызға сезімге сүймегендер сағынбайды шын сүйген жан бағынбайды асау қызға сезімге. Ой, бәрек. Мен қазір 100% сенімдімін. Мына бізді көріп отырған көрермендердің ішінде мына менің жасымдағы жас өтіп кеткендердің барлығы ой Мұратта қайдаған еске түсіріп жіберді ғой деп әттең-ай деп қасындағы бәйбішесіне ала көзбен бір қарап қойып, ал мына Асқардың замандастарының барлығы әй шіркін-ай деп өздерінің қыздарын есіне түсіріп жақсы көңілде айғайлап шулап қол шапалақтап отырғанына сенімді рахмет Мұрат. Ал енді біздің Асқардың өнері ол пародия. Асқар өзі неше түрлі дыбыстарды салады. Тіпті жоқ дыбыстарды да салады. Көрермендер егер өздеріңіздің ойларыңызға келіп қалған бір дыбыстар болса, айтып отырсаңыздар, ол Асқар аяқ астынан салып жіберуі мүмкін. Ал енді біздің хабарымыз әзіл болады дедік қой. Мен бір әзілді айтып көрейін. Асқар аяқ астынан сол жердегі керек дыбыстарды менімен қатар салып отырсын. Келістік пе? Көрейік. Ал мінекей, баяғыда жоқ, баяғы емес, кейінгі заманда дейік. Мынау Тоқсанбай деген шалдың кенже баласы үйленіпті. Енді келінді соншама алыстан алып келген болу керек. Алдымен келінді пойызбен алып келді. Пойыздың анау жақта бірінші келе жатыр, я? Или кеп қойды ма, өтіп баратыр ма? Пойыз келе жатыр. Келе жатыр. Келе жатыр. Құрметті жолаушылар, Алматы Астана пойызы бірінші жолға келіп тоқтады. Әлемге одан пойыздан түскеннен кейін оны тікұшақпен вертолетпен алып өтіпті. Вертолетпен келгеннен кейін автобусқа салып алыпты. Автобус бір ескі салдырлаған автобус екен. Тармозын шиқылдап отқан. Шиқылдап осы қиқылдап келе жатыр деп. Бәрекелді. Мінекей сол Тоқсанбайдың ең кенже баласы үйленіп, жаңа түскен келінді ауылдың кемпірлері мақтайды ғой. Апырмай осындай қандай керемет келін. Отырысы қандай, тұрысы қандай, жүрісі қандай, пай-пай. Тәрбие көрген келін екен. Келін болса осындай болса екен шіркін-ай. Бізге осындай келін қашан бұйырар екен деп. Кемпірлер мақтаған сайын сол үйде бұрын түскен 2-3 үлкен келіндер бар екен, абысындар. Қызғанып, іші күйіп, ана кемпірлерге ала көзбен қарап, біз келін болып түскен кезде өсіп мақтамап еді. Қарашы мына қақпастарды деп. Анау жас келінді бір аяғын шалып жіберіп сүріндіргісі кеп. Осы амалын тапса бетін тырнап алғысы кеп. Енді не істерін білмейді. Не болса да сол келінді сүріндірейік деп 3 абысын келісіпті. Содан ертесі дәстүр бойынша жас келіннің қолынан шай ішеміз деп бүкіл ауылдың кемпір-шал Тоқсанбайдың үйіне жиналады. Тоқсанбай шал ортада, кемпір-шал төрде, жас келін сызылып шай құйып отыр. Сол кезде жаңағы Ваняки шай құйды. Шай құйып отыр. Дәл сол кезде жаңағы үлкен абысының біреуі кіріп келіпті да, келіннің алдына 1 теңгеден 100 теңгені салдыр еткізіп тастай салды. Ал салдыр еткізіп тасташы. Салдыр. Сосын айтты, мынаны санап берші шырақты. Келіннің ойында дәнегі жоқ, үлкен абысын айтқаннан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 9-дан 1-2 қашты. Ой, деп кемпірлер бетін шымшып отырды. Бекер санада мынағы құрғырлардың істегенін қарашты. Өйткені 1-ден 100-ге дейін санағанда 90 деген сан бар. Келіннің атасының аты Тоқсанбай. Атына тоға болмайды. Келіннің атына тоға, атаның атына тоға болмайды. Соны білгеннен кейін ана кемпірлер құрайтын болды ғой, енді не болады екен деп. Келін деген зуылдап санада 21, 22, 23, 24, ойбай, мынау ақырын санамайды екен ғой деп. Асқар есіңде болсын, ақшаны ақырын санайтын әйел болмайды.
тиісің. О, әйелдің қолына ұстатсаң болды, осы зыпылдатып жібереді. Содан кейін анау зыпылдатып санап жатыр, кемпірлер бірін-бірі түрткілеп 90 байшан терлеп кеткен, апырмай далаға шығып кету керек еді, ұятманатым болды ғой деп қалып деді, не істерін білмей отыр дейді. Анау ғой санап отыр, абысындар болса керегеден сығалап тұр дейді. Әй, сауап болды, қазір 90-ға барғанда қайтар екенсің деп. Ол 90-ға аман-есен жетсе, 100-ге дейін әкесінің атасының атын бір емес 10 рет айтады ғой. 90, 91, 92, 90, бітті ғой шалдан не қалды. Бәрі ана келінге қарап қалған, ойбай келіп қалды, 78, 79, ойбай жақындады, 85, 86-ана келді, 88, 89. Атам бір, атам екі, атам үш, атам төрт, атам бес. Сен соқ кеткен ғой. Енді мынау қазіргі заманда біздер мына рухани жаңғыру деп көп айтамыз. Рухани жаңғыру болатын болса, осы жастарға осындай бір әзілдерді айтып, сол тәрбиені қайнатаның, қайнағаның аттарын атамау жөнінде өз бестеріне салып отырсақ болады. Оның үстіне мынау қазіргі біраз уақыттан бергі мынау өзіміздің елімізде де мынау үлкен бір кесел келіп, жұрттың бәрі дүрлігіп жатқанда, бұлардың масқара шоу деп, елді күлдіріп жатқан не екен деп, ағайын бізді сөгіп көрмеңіздер. Көңілдің өзі, жақсы көтеріңкі көңіл күйдің өзі де иммунитетті көтереді. Біз сондықтан сіздерді осындай кезде жабықпай, жасымай, көтеріңкі көңіл күйде болса екен дейміз. Және біздің хабарымыздың тағы бір ерекшелігі, біз сіздерге анекдот айтуға конкурс жариялаймыз. Өздеріңіздің ұялы телефондарыңызға, автобуста жүрсеңіздер де, көшеде жүрсеңіздер де, жолдастарыңызбен отырсаңыздар да, өздеріңіз бір әдемі анекдот айтып түсіріп, сосын біздің 8-700-646-17-51 номеріне сол түсірген анекдотыңызды салып жіберсеңіз, біз осы келесі хабарымызда сіздің анекдотыңызды көрсетеміз. Және ішінен кейін ең үздігін таңдап алып, сол үздік анекдот иесін осы студиямызға қонаққа шақырып, бағалы сыйлығымыз бар табыс ететін. Естеріңізде болсын, бізге анекдот жолдауды ұмытпаңыздар. Әрине тәрбиелік мәні болып кетсе бар. Әрине, ол енді бәдіктік, анау тәрбиелік мәні бар, дұрыс анекдоттар болсын. Аса бір тәрбиеге анау-мынау сөздер қоспай, өздеріңіз тістеп, тілдеріңізді тістей отырып, жақсылап анекдот айтып көріңіздер. Сіздің анекдот секілді ғой, жаңа атам бір, атам екі деген сияқты. Сол сияқты болса да. Болмаса бастан өткен қызықтар бар. Әртістердің өзі өмірде неше түрлі қызықтар кездесіп жатамыз ғой. Әрқайсымыздың басымыздан өткен қызықтар болады. Гастрольде жүргенде болсын, тойда болғанда болсын, концертке шыққанда болсын, небір қызықтар өзі болып жатады өмірде. Мысалға өздерің бастарында өткен сондай қызықтар бар ма? Менде болған баяғыда ана Тұрсынбек Қабатовтың өзінің ауылында, туған ауылында Домкультурада ма концерт бердік. Сол концерттің кезінде қызығы енді ауылда қаладағыдай микрофон жетісе бермейді ғой. Бірақ микрофон болып қалды. Негізі екеу, бірақ жаңа сіз әңгіме айтып тұрдыңыз ғой. Осындай автобусқа міндім, одан пойызға түстім деген сияқты. Дәл солай қанат айтып тұру керек болатын. Мен әңгімесінің арасында жаңағыдай дыбыс салып беруім керек болатын. Сонымен сөйлеп тұрды. Олай бұл сол кезде пойыз келіп қалды дейді. Маған қарайды, мен салуым керекпін. Ана сөйлеп тұр, микрофон шықпайды. Ана істемей тұр, қолына микрофон береді. Мен хабарлаймын, құрметті жолаушылар деп сөйлеп жатырмын. Зал кішкентай, адамдарға былай сөйлесең де естіледі. Айқайлап сөйлеп тұр қанат. Бар кезде пойыз жүріп кетті дейді. Салыс дейді, салып болғаннан кейін ары қарай айту керек қой. Ана мен салған даусым қатты шығады, ананың дауысы жай естіледі, қайтадан ауылына өзі алып алады, сөйлейді, қайтадан береді. Ана жерде деген халық бір күлкіден бір микрофонға дейді. Бір микрофонмен. Анау Отелло деген спектакль бар ғой. Отелло әйелі Дездемонаны қызғанып, ең соңында қалғандар өлтіреді. Сол бұрыннан Дездемонаны ойнап жүрген актриса бір күні ауырып қалыпты да, бір жас актриса. Сол күні актриса Дездемонаның орнына келіпті. Соны ең соңғы сахна, өлтіретін сахнада Дездемона төсекте жату керек. Актриса сасқалақтап жүріпті да, ана басы жататын жағына аяғы жатып, аяғы жататын жағына басы жатып, көрпенің жағын керісінше жатып қалған. Отелло өлтіруге келеді да, ана бас жағында жатыр ғой енді. Көрпені ашық болса, аяқ тұр дейді. Соны қайтадан жаба салады да, жаңағы сөзін айтып, айналып кетіп енді басына жақта ғой енді. Айналып бас жағына келу керек. Ол ана өтірік көрерменді алдаған болып сөзін айтып айналып кеткен кезде, ана актриса өзінің қателескенін білгенде, көрпенің астында ауысып кеткен ғой қайтадан. Қайтадан ауысып кеткен кезде, мына Отелло айналып келіп, мына жақта бас екен деп, ашық болса бұл жақта да аяқ дейді. Ары қарай спектакль тоқтап қалыпты.
Өйткені екі жақтан аяқ көрген кезде Атила да күлген, бүкіл залда отырған көрермен де күлген. Сонымен ары қарай спектакль сонымен аяқталды. Дездемода тірі қалыпты сонымен. Мінекей, өзі актердің басынан сахнада несінде неше түрлі қызықтар өтіп жатады. Ал Мұрат, сенің басыңнан өткен қандай қызықтар бар? Менің де басымнан талай қызықтар өтті, бірақ соның ішінде мына сахна Асқар сахнадан бастап жатыр. Мен де сол сахнада бір қызықты айтып берейін. Осы 2005-2006 жылдар ма екен, алғаш жаңағы 2004-тен бастап енді ән айтып бастадық. Сосын сол 2005-2006 жылы жаңағы кезекті ән мен әнші концерті болып жатыр. Соның жаңағы несін концертті хабар арнасы түсіреді. Сол жаңа өзіңіз білесіз, камералар тұрады ғой, жаңағы неде көрермендер залында неше жерде камера тұрады. Оның ортасында біреу әлгі режиссер отырады, әлгі еститіні бар. Жаңағы режиссері бір әйел кісі еді, менің группаласым Арсен Өмірзақов дейтін группаласым болды. Бірге оқыған. Амина Өмірзақованың немересі Талас Камесеевичтің баласы Арсен дейтін. Сол кейін айтып беріп отыр маған соны. Содан әлгі менің кезегім бергеннен кейін сахнаға шығамын ғой ән айтуға. Қолымда сылдырмағым бар. Сол сылдырмағымды сылдырлатам. Сосын жаңағы режиссер сұрапты. Мынаның фамилиясы кім еді? Мына әншінің фамилиясы кім еді? Как его фамилия деп сұраған ғой. Сөйтсе жаңағы ешкім білмейді, жаңағы бәрі бір-бірімен камерадағылар рациямен бір-бірімен сөйлесіп тұрады, құлақтарында наушник бар. Как же деп бір-бірінен сұрапса, это там, по-моему, с хлебом связана фамилия деп жаңағы сөйтіп отыр дейді. Сосын жаңағы ары қарай жалғастырып біреу салып келді. Этот банка, что за банка деп жаңағы орысша бір-бірімен сөйлесіп жатыр дейді рациямен. Пивная банка, что ли, деп қолдағы жаңағы сылдырмақты шейкер ғой негізі. Пивная банка десе жаңағы не знаю деп, сосын екіншісі айтады дейді. А что там интересно деп жаңағы внутри банка, что там деп жаңағы сөйтіп жатыр. Сөйтсе жаңағы режиссер шаршап кеткен ғой. Там кириешки, работать деп айғайлайды дейді аналарға. Сол сияқты сондай бір қызықтар болып жатады енді сахнада. Мынау өзі сахна актердің өмірдің өзінің небір неше түрлі қызықтары болады. Кейде бір жасырын емес, заманында өзі 100 граммға жақында замандар болды. Онсыз біздің мына алдыңғы буын ағаларымыздың концерті кеші өтпейтін кездер болды. Және соған жақын ағаларымыз болды. Осы өзімізге аты белгілі бір ағамыздың бір қулығын айтып берейін. Режиссерлардың барлығы ағамыз сондай бір 100 грамдатып кеткен кезде амал тапқан екен, үйдегі жеңгемізге айтады екен. Ана кісіні қамаңыз, бір күннен кейін спектакль болмаса 2 күннен кейін спектакль. Жеңгеміз үйге ағамызды қамайды, балконға шығып темекі шегуге болады. Жатасың, телевизорың қосылды, міне газетің болды. Сосын өзі бір мына жақта ас үйде жұмысын істеп, кірін жуып, шайнап жатады. Ағамыз мойындайды, амал жоқ, диванда жатады, телевизор көреді, газетін оқиды, балконға шығып темекісін шегеді. Болды, қайтып келіп жатыр, кеш батқанша қарап қояды, тыныш. Бірақ әншейінде жаңағындай кезде сорпа, су деп сұрайтын ағамыз сол күн үндемейді дейді, көзі күлімдеп жүр дейді. Жеңгеміз енді қарайды, енді ұстап алмағаннан кейін. Жоқ, мына дейді, ары бері түтіп келіп, үйдегінің бөтелкенің бәрін тазалап тастаған, одеколон, духидың бәрін көршінің үйіне барып тастаған. Бұл қайда енді, қайдан не қылып жүр деп. Қарап қояды, бірақ енді ұстап алмағасындар. Мынау дұрыс емес, әйтеуір бір бәлені ішіп алды бұл деп. Соны кешкісін жаңағы қоқыс шығарып, сыртқа шығып кетеді, ағамыз сыртынан қабақ. Қоқысын төгіп қайтып келеді, сана есіктің алдында өсекші орыстың кемпірлері отырады ғой. Нәскиді оқып отырған кемпірлердің жанынан өтіп барады, санынан біреу, ай, здрасте, дорогая, дейді, здравствуйте, как твой рыбак поживает деп айтады дейді. Рыбак емес. Сөйтсе ағамыз балконға шыққан сайын қармақпен күні бұрын сондай болатын бір дайындап болған, төмен бұтаның түбіне көміп қойған екен ғой. Қармақпен ақырын көтеріп алып, тарс еткізеді екен да, қайдан түсіріп жүреді. Күні бойы апамыздан сорпа су сұрамай жүрді. Мінекей, актердің айласы деген. Ал енді біз әдемі әңгімемен, осындай қызықтармен жұрттың көңілін аулап, әңгімеге бөле бермейік, арасында әдемі әнге кезек беріп отырайық. Мұраттай әнші күнде қолымызға түсе бермейді. Мұрат тағы бір әнге кезек берсек. Бәрекелді. Ендеше мына өнердегі ағамыз біздің Құрмаш Маханов дейтін әншіні білмейтін қазақ жоқ. Сол кісінің репертуарынан бір ән орындап берейін. Кездесумен қоштасу деп аталатын әні. Ол әнді мына біздің заманымыздағы жастар, біздің құрдастарымыз, біздің алдымыздағы
ағаларымыз бен әпкелеріміз де жақсы біледі. Сондықтан құрметті көрермендер, бірге қосылып шырқап отырыңыздар. Бәрекелді. Сенсіз арман бекер ғой, көңіліммен сырласу, өмір заңы екен ғой, кездесумен қоштасу. Қиналсаң да көнерсің басқа түскен тағдырға, жаным оған не дерсің, жеткізбесі арманға. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалдау елесің, сен ұмыта алар емеспін. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалдау елесің, сен ұмыта алар емеспін. Аңсап сенде жүрсің бе, жанарыңды талдырып, атқан сайын әр күнге үміт отын жандырып. Мезгіл өтіп барады, кеттің менен хабарсыз, жүрек сыздап жанады, көніп келем амалсыз. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалдау елесің, сен ұмыта алар емеспін. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалдау елесің, сен ұмыта алар емеспін. Елесің жаным, сен елесің. Жалға бересіз сол саксофоныңды енді. Ой, бәрекелді. Мен енді шынымен қазір, дәл қазір көз көріп отырған адамдардың біразы Мұрат сенің осы әніңе орнынан тұрып билеп кеткен шығар. Тағы да айтамын, қай-қайдағын еске түсіріп жіберді. Күшті әндер ғой. Мен дегенде махаббат тақырыбында көбінесе әндерім, репертуарым, сосын аспап ұстаған кезде тек махаббат туралы әндер айтатыным бар. Енді махаббатсыз өмір болсын деп Абай атамыздың өзі айтқан емес пе, сондықтан. Ертең көшеден бір көрермен тоқтатып алып, сен ән айтып жатқан кезде мен билегем, неге танымайсың деп жүрмесе болды. Өйткені сондай қызықтар кездеседі. Мен бір көшеде бір амандасты, қалыңыз қалай осылай, қалыңыз қайда жүрсің? Таныс адам сияқты осы кетіп барады. Ойланып тұрмын, қайдан көріп едім. Кімсің деп айта алмай тұрсыз ба? Кімсің деп айта алмай, жақсы деп ұялып тұрып, танымадыңыз ба дейді. Жоқ, айнадан есіме түспей тұр деді мен бір кезде. Аға, мен сізге біздің ауылға келгенде гүл алып шығып едім ғой самараға. Қай ауылды? Бір ауылда енді. Енді амал жоқ. Я деуге тура келді. Бірақ есімде жоқ шынымен. Енді қанша жерде гүл алып жүрсіз. Гүл аласыз. О гүл алып шыққанның бәрін тани беретін болса, сондай да қызықтар бар. Осы неге қызыңызға байланысты менде бір есіме түсіп отыр. Бір жолдасына келіпті, досына келіп сұраған ғой, көңіл түсіп кетті. Ай, досым не болды, көңіл түсіп кетті ғой деп жаңағы досы сұрап жатыр дейді. Ана досы неде радиода істейді екен өзі. Сосын сұрапты, не болды, неге көңіл түсіп кетті? Көңіл түсіп қой, не жабырқап тұр? Қабағың неге түсірді жаңағы қатулы деп. Сөйтсе әлгі көңіл күй жоқ, дос айтады дейді, жұмыстан босап қалдым, сол жұмыс жоқ еді, жұмыс тауып берші депті. Сөйтсе әлгі радиода істейтін дос айтады дейді, радиоға кел, жұмысшы болып депті. Радиоға жұмысқа тұрғызайын депті. Анау қуанып кетті. Қандай жұмысқа кіргізесің, қандай жұмысқа тұрғызасың радиоға, жақсы болды ғой, керемет болды. Радиоға биші болып кіргізесің, биші болып орналастырамын деп. Биші қылып орналастырамын деп, сол жаңағы радиода енді көрінбейді ғой бәрібір. Музыка көрінбейді. Радиода жұмыс істеп жатыр деген аты бар дейсің. Радиода жұмыс істеп жатыр деген аты бар, бірақ негізі жұмысы биш. Анау біреу отыр дейді.
жұмыстан кеткім келеді, кету керек сияқты. Ойбай, қайда істейсің десе, театрда. О, театрда істейсің бе? Неге? Кім болып істейсің? Ек кетпей үшін десе, өнерді қимай жүрмін. Кім болып істейсің десе, көше сыпырам деп айтады. Бірақ өнерді қимайды, көрдің бе? Бұл өнерге байланып қалған адамдардың қандай мамандық болсын, жалпы өнердің айналасында жүргеннен кейін, оған бір жақындаса, оған бір сүйкенсе болды. Бұл бір ауру, бұл бір дерт, бұл өзі жазылмайтын дерт. Содан мәңгілік қалып қояды. Мына біздер де мінекей өнерге өнер ортасына келгеннен кейін осы дертпен ауырып жатырмыз. Бүгін міне сан салалы алдарыңызда өнерпаздар сіздермен тілдесіп отыр. Мен баяғы өздеріңіз білетін Әзілкеш болсам, Мұрат мінекей актер, әнші, ал Асқар баламыз мінекей жаңадан аты танылып келе жатқан қазаққа жас пародист. Асқар, сенің пародиялық өнерлерінің тағы да қандай қырларын біз көрсете алмай қалдық? Ана самолетке мінген кезде стюардесстан шақырғанда кнопканы басып деген дауыстар шығады екен. Соны ұқсатып келе жатырмын, содан кейін сол дауыс мына дауысқа да ұқсайды, кейде реммен тақпай қалған кезде. Мәштенің ішінде деп тұрады. Тақсаң дауыс үні өше қояды. Жайлап сол дыбыстарды зерттеу үстіндемін, әлде де біз анау машинаны кілттеп кнопкасымен басқан кезде. Мұны дауысы примерно жақын, бірақ дәл емес әлі. Әлде де бір жіңішкелеп па, сол адам істеуі мүмкін емес ау, адам салып жатыр ау, адам салу мүмкін емес ау дейтін дауыстарға барынша талпынып көріп жатыр. Ал енді ол дауысты мысалға бір дауыстың өзін дәл өзіне ұқсатқанға дейін қанша уақытың кетеді? Менің бір дауысты ұқсатқаныма жарты жыл уақыт кеткен. Сосын бір мынаның жақсы жері, бір дауысты тауып алсаң, одан бірнеше дауыс шығаруға болады. Мен сенің ана бір теннистің дауысын салған. Иә, андай теннистің несін бір-екі рет жасағам, настольный теннис ойнайсың ғой. Деген сияқты. Ана микрофонның эхосын қосқан кезде, одан да жаңғырып, ана тақтайлардың дауысы шығады, тақ-тақ-тақ етіп. Микрофонмен мен салған дауыстарын көбірек мощный шығады. Мен сол мына ұялы телефондағы сенің сол дауысыңды естіп таң қалдым. Шынымен-ақ дәл сол теннистің өзінің дауысы шықты. Иә. Жаңғырып болған сайын дауыс жаңғырып. Соған қанша уақыт кетті? Оған ана дәл деп түсіру үшін бір аптада жүрген шығармын, тынымсыз жасадым. Ол кейде дәл түспесе, құр таңдайын тақылдатқанмен ештеңе шықпайды. Бәрекелді, өте дұрыс айтасыз. Тошын табылды. Кез келген өнердің өзінің қиыншылықтары бар. Өнерді үйрен де жирен дейді. Алдымен үйрену керек. Оның кейін оны инемен құдық қазғандай, оған еңбектену керек, тер төгу керек. Сонда ғана шын адал жақсы өнер туындайды. Бүгін мінекей Асқар соның бір дәлелін айтып отыр бізге. Анау ат не еді? Садақпен атқан кезде ортадағы 100 деген тұрады ғой, қызыл. Нысанаға тигізу үшін бір атқан адам бірден атқаннан тигізе алмайды да, 80-ге тигізеді, шетіне кетіп қалады. Менің сол сияқты да, ана нысанаға тигенше қайталайсың, соңында көзіңді байлап қойса да сала ала бересің да. Барлық дүние дайындықпен келеді ғой. Әрине, бірақ бұл пародияның бір қиын жері, мысалға сізге үйрете алмайсыз. Аға бауырым келіп маған үйрете алмайды, сен былай саласың деп. Оны өзіңше бір қараңғыда жүріп, бірдеңе бір тапқан, бірандай бір қалың шөптің арасында бір ине іздеген сияқты ғой. Әрине, өзіңіз деп табасың, онсыз болмайды. Актерскийде жақсы жері направление береді, мына жерде сезініп ойнайсың, мына жерде былай эмоциональный память деген болады, мына жерде жылайсың, мына жерде емін-еркін кіресің, мына жерде былай қыласың деп үйретіп алады. Пародияда үйретпейді, өзіңмен өзің ізденіп, қиялданып, қалай шығады, қалай істесем ұқсайды, мүмкін былай қылсам ұқсай ма, былай қылсам ұқсай ма деп. Мен анау бір дауыс шығарып едім. Ол дауыс неге де ұқсап кетеді деген, жаңағы операционныйда жатқан адамның палатада шығып тұратын деп тұратын дауысын қысқа салатын болсаңыз, анау супермаркеттегі деген дауыс бар ғана. Кеше Магдумда бәрі жүр ғой, бәрі ұн алып, продукт алып. Бұл қысқа да, ал ана жүректікі деген сияқты. Ал осыны әлде де бір ойнататын болсаң, домофон дауысы шығады. Оны әлде де соза берсең, жаңағы электронды гитараның дауысы шығады, гайдың дауысы шығады,
бір дауыстан бірнеше дауыс шығара беруге болады. Бала кезде тетриске қатты қызығатын, сол тетристі алып ойнаған кезде есінде осындай дауыстар шығатын. Өзі дәу бір кнопкасы болады, қалғандары алға, оңға, солға. Game over. Деп отырады. Сол балалық кездегі бір қызық сондай дауыстар. Енді жаңа мен сізге айтқаным, бір дауыс шығарып алдың, одан ары қарай тағы бірнеше дауыс шығарып алады. Мысалға мен есіктің бір майланбаған есіктерді ашқан кезде деген дауыстан ары қарай тағы да бір шынықтырып көрсек, бір алыста ұшып жүрген, жақын маңда жүрген бір шағаланың дауысын шығаруға болады. Деген сияқты. Әлде де дайындала берсең шыға береді негізі. Просто жаңағы әдемі сөз бар ғой, 1% талант, 99% еңбек дейді. Бұны біз осындай дауыстарды барынша шығаруға еңбектен тырысып жатырмыз, бірақ мына біздің қазақтың жалпы менталитет дейміз бе, әлде қазақтың жалпы мынау ештеңеге таңғала бермейтіні, эмоцияны көрсете алмайтыны, таңғалмайтыны мені таңғалдырады да. Мен халықты таңғалдырғым келіп еңбектенемін ғой. Әрине. Мен бір орыс ағайындарымызбен бір пойызда отырып қалған кезде әңгімелесесің, жол алысып қалғаннан кейін, а кем работаешь? Мен айтамын, осындай, я не работаю, я просто пародист. А ну-ка что-нибудь сделай дейді. Салып бересің, давай можно я на фото сниму, на видео деп сөйтіп жатыр да. Біздің қазақтың нелер, жақсы екен, дұрыс қой, өнерлі болу керек. Балам ет жеп отыра береді да, эмоция жоқ, шабыт бермейді да. Мына кенжелеп қалған біздің өнерімізде осындай пародия өнері, содан кейін мына қазір енді бас көтеріп келе пантомима өнерлері бар. Солардың бәрін біздер біраз уақытына ысырып тастадық та, сахнадан алып тастадық, сахнадан көрінбей кетті. Содан кейін біздерге ол әлде бір жаңалық, әлде бір түсініксіз жаңалықтар қабылданбай жатыр. Асқар, өзің сияқты пародистердің саны көбейген сайын, тіпті имитаторлардың саны көбейген сайын, бірте-бірте біздің Қазекең де оған таңғалады. Әлі де сендердің бағаларыңды береді деп ойлаймын. Кейде ойлаймын, аға, адамдар айтуы мүмкін ғой, баяғы пойыз салып жүрсің ба деп ше. Кейде ойлаймын, егер адамда бәсеке болса, адамның ізденісі, талпынысы күшейеді, бәсеке болмаса өзің қалып қалады екенсің. Иә, өзің қалып. Енді мен айта алмаймын, тек қана мен осындай дауыс салам. Мүмкін мықты бір ауылдарда бар шығар салатын. Біз көрмей жатқан болуымыз мүмкін да. Бірақ егер бәсеке болса, уже адамда жарысу пайда болады да. Ана дауыс салдым, мен мына дауыс саламын деген сияқты. Мен мынандайды өзім бүйтіп дамытып, әзірге жинақтап жатырмын. Мүмкін алдағы уақытта еңбегімді алға кетеді. Асқар бізге жақсы ой салып отыр, құрметті көрермен. Мен жаңа айттым ғой, біздің хабарымызға өздеріңіздің ұялы телефондарыңызға анекдот түсіріп жіберіңіздер деп. Тіпті жаңағы Асқар сияқты пародия жасайтындарыңыз, дыбыста салатындарыңыз болса да түсіріп жіберіп, мінекей 8-700-646-1751 телефонына сол видеоларыңыз салып жіберсеңіздер, біз сіздерді сөзсіз осы Масқара шоу хабарында көрсететін боламыз. Ал мынау біздің хабар уақыт деген өзі солай берілген, аяқталуға жақындап өзі тықыршып келе жатырмыз. Бірақ өзі бір көңілді болып отырған кезде, Мұраттай әнші қолымызға келіп түсіп отырған кезде, Мұраттың жаны қинап алмай, бірден жібере қойғым келіп отырған жоқ. Сондықтан Мұратқа тағы да бір келесі бір әнге кезек берсек. Бір қайырма, бір көмдетті. Бәрекелді. Енді мына қос Асқардың арасында отырып, мен бағанан бері ішімнен тілек айтып отырмын еді. Бәрекелді. Қабыл көтерді. Екі Асқардың, Асқар ағамыз бен Асқар бауырымның ортасында бұл енді бір кездейсоқтық деп те айтсақ та болады. Бірақ кейде іздеп жүріп екі адамның арасында қоса алмайсың. Сондықтан мен бүгін сіздермен бірге осы эфирде болғаныма өте қуаныштымын. Асқар, саған да үлкен шығармашылық табыстар тілеймін. Әрине, әншінің распевка жасауда ол еңбек, ізденіске жатады. Бірақ пародистің жаңағы әр дыбысты ізденуі, оның жаңағы голосовой связкаларын келтіруі, жаңағы бәрін ізденуі, ол енді ол өте үлкен жұмыс, үлкен жаңағы ізденімпаздықты сондай талап ететін сондай бір сала деп ойлаймын. Енді сала деп те айтуға болатын шығар. Пародия жанры өзінше бір жаңағы актерлық сахнаның бір бөлігі деп айтсақ та болады. Актерлық өнердің бір бөлігі. Сондықтан енді әншілер бір белгілі бір
неде вариацияда жаңағыдай вокалмен жаңағы распевкалар жасап дауыс шығаратын болса, енді пародистердікі мен ойлаймын одан да қиындау ма деп. Өте қиын, өте қиын. Есіктің шиқылдағанын салу, болмаса жаңа қойдың маңырағанын салу, жаңа тағы да болмаса басқа бір темірге тиюін, мысалы дауыстарын салу деген ол енді өте жаңағыдай ізденуді талап ететін дүние. Сондықтан сәттілік. Асқар аға, сіздің де шығарма мына бастаған эфирлеріңіз сәтті болсын. Рахмет. Көрермендеріңіз көп болсын. Ал енді мен мына Төреғали бауырымыздың орындап жүрген бір әні бар. Найзағай көңіл дейді. Иә. Бүкітай бауырымыздың әні. Сол әнді енді қысқаша орындап берейін. Бәрекелді. Жүрегің сонша жалынсыз байнам, тұнжырап келдің. Тағынсыз қайдан жеңісі бақыт, жеңіліс қайғы, махаббат деген қарусыз майдан. Махаббат деген қарусыз майдан. Түймедей баққа таңырқай берме, инедей мұңды найзадай көріп жауатын бұлттай. Жабырқай берме, жарқ ете қалшы найзағай болып. Жарқ ете қалшы найзағай болып. Жалғанның жауһар лағылын сұрап азапқа жүрсің, бәрібір шыдап махаббат майдан. Жүрек жауынгерді көр, тағы бір сынап. Жауынгерді көр, тағы бір сынап. Түймедей баққа таңырқай берме, инедей мұңды найзадай көріп жауатын бұлттай. Жабырқай берме, жарқ ете қалшы найзағай болып. Жарқ ете қалшы найзағай болып. Түймедей баққа таңырқай берме, инедей мұңды найзадай көріп жауатын бұлттай. Жабырқай берме, жарқ ете қалшы найзағай болып. Жарқ ете қалшы найзағай болып. Жарқ ете қалшы найзағай болып. Ай, бәрекелді. Не деген әдемі дауыс. Мынау біздің өзіміздің орталығымыз бар, Білте Академия деген. Мен сол жерде актерлік шеберлікте балаларға сабақ беремін. Мен сол мектепке қазір осы бір апта болды кастинг жариялап жатырмын. Өнерлі балаларды шақырып жатырмын. Манадан бері мен айтып жатқан телефонға хабарлассаңыздар, сол жердегі менің актерлік мектебіме, балаларды әзілкештер мектебіне қабылдаймыз. Біраз уақыт оқытқаннан кейін осындай хабарымызға шақырып балаларыңыздың әзілін экраннан көрсетуімізге болады. Сондықтан 8-700-646-1751 телефонына сол мектеп ішінде хабарласуларыңызға болады. Баяғыда бір тасбақа осы өрмелеп келіпті де араның ұясына келіп бал жалаған екен, аралары талап басын шаққаннан кейін басы сып кетіп уайымдап отыр дейді. Бүгін тағы да далада қалатын болдым ғой деп. Ұясына кіре алмаймын. Иә, сол сияқты енді көпшіліктің де уақытын алмайық, бәріміз де бүгін тағы далада қонып қалып жүрмейік. Келесі кездескенше аман сау болайық. Бүгін сіздердің көргендеріңіз Масқара шоу, оның қонақтары Мұрат Тоқашбаев, Асқар Көмекбаев және мен Асқар Наймантаев сіздермен бірге болғанымызға қуаныштымыз. Масқара шоуда келесі кездескенше. Сау саламат болыңыздар.